Қалайсың? Қалай жағдай? Қазіргі жағдайың өзіңе ұнай ма? Ұнай ма? Жанымсың. Молодец. Сен бақыттысың ба? Қуаныштысың ба? Жанымсың. Не айтасың халыққа, айтшы? Өзің туралы бір нәрсе айтып бере аласың ба? Назгүл? Бәріне рахмет айтасың ба халыққа? Кән айтамыз. Барлығыңызға рахмет деп айтайықшы. Барлығыңызға рахмет. Жаным сол. Мен сен сағынып отырмын. Құдай қаласа барып қайтам. Бұйыртса қасыңа. Гүлсімжан келе ме? Гүлсімжан да барат. Ол да барат, Құдай қаласа. Іздеп барып қайтам. Саған тортыңды апарам дейді. Торт жедіңдер ме, жемедіңдер ме әлі? Жоқ. Торт жедің ба? Торт апарып берейін ба? Торт апарайын ба? Жандарым сол. Құдай қаласа ертең торт апарам Шымкенттен. Тағы не жегілерің кеп жатыр? Праник? Ол баста праник сұрап отқан, әлі праник апарам, праник. Қанша апарайын, көп апарайын ба? Жаңағы келе ма? Кім? Бақытжан аға ма? Бақытжан аға бармай. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Осыдан 2 ай бұрын көреміздің WhatsApp нөміріне жан түршігерлік мынадай фото келді. Анықтағанымыздай суреттегі қыз баланың есімі Құндыз, жасы 27-де, отырар ауданына қарасты малды ауылда тұрады. Көремізге араша сұрап хабарласқан Құндыздың сыныптасы болатын. Қыздар өте жұпыны, жағдайлары өте жаман, үсті бастары кір, аяқтары жарылған, қолдары жырылған, шаштары уже киіз болып қалған, жуылмағаннан. Ең сорақысы Құндыз жалғыз емес, қасында Назгүл есімді туған әпкесі бар. Сыныптастарының айтуынша жетім қалған қос қызды туған ағасы қамқорлығына алған. Алайда қамқор болудың орнына ағалары апалы сіңліге қой бақтырып, құлдықта ұстайды дейді ескі құрбылары. Айта кетерлік жайт, екі қыздың ақыл есінде кемістік бар көрінеді. Дәл осындай жаға ұстатарлық ақпаратты естіген соң тілші дереу ауылға аттанды. Қос қызды қорадан тапты. Сонымен туған ағасы қос қарындастарын құлдықта ұстады ма? Апалы сіңлілер неліктен қорада тұрып жатыр? Қыздардың денсаулығы қалай? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын жақын күндері көремізден көре аласыздар. Қазақ елінде қиын орын алған қиын жағдай, осы білесіздер, қаншама халықты уайымдатқан жағдай қарындастарымыздың тағдыры, яғни Назгүл мен Құндыздың тағдыры туралы білесіздер. Көреміз бағдарламасы Руслан Өтепбай бауырларымыз шығарған тағдырды білесіздер. Сол екі қыздың тағдырына уайымдап бізде осы Зульфия әпкеміздің үйіне келіп жатырмыз. Зульфия әпкеміздің үйінде қазір сол қыздар осы үйде жатыр. Аллаға шүкір, бірақ жағдайлары бұрынғыдан жақсырақ екен. Енді сөйлеп, енді жаңа келіп, менен жаңа алма жесем бола ма деп жайлап келіп сұрап жүр. Мен айтып отырмын, жегің келген нәрсені сұра, ішкің келген нәрсені келді сұра, мен саған беремін. Болмаса мына қыздарға айтсаң, қыздар береді деп. Жоқ, кішкене өткендегіден кішкене дұрыс. Кішкене емес, әжептәуір болып келе жатыр. Уже еркіндік сондай да, өзінде кішкене болса да еркіндік бар екенін сезініп жатыр. Үйде бала шағаға не қайнатсақ, не пісірсек, соны жеп жатырмыз бәріміз бір қазаннан сол. Ассалаумағалейкум бауырлар, барлықтарыңыз таныдыңыздар, дұрыс айтасыздар. Өздеріңіздің қыздарыңыз Назгүл мен Құндыз. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, жақсы ма барлығы? Халыққа сәлем айтып қойыңыздар. Сізде бәрі жақсы, рахмет. Сіз не айтасыз? Баршаңызға рахмет. Сіздерге рахмет айтып жатыр. Алла жар болсын. Және осы жаққа келуіне себепкер болған көреміз ұжымына, Жанар ханымға, Руслан мырзаға Алла разы болсын, Алла нұр жаусын сіздерге. Алла сұрағандарыңыздан артық берсін. Бұл кісілер қазір Тараз қаласында, біздің анамыздың қолында, осы жақта қаншама балаларды бағып отыр. Мінекей. Мен бауырларым ғой бұлар. Уалейкум ассалам. Мінекей. Осындай ерекше батырларды осы кісі бағады. Зульфия мен Дана анамызға Алла разы болсын. Ал қымбатты бауырлар, қазір Зульфия анамызбен кішігірім сұхбат. Бұл жақта Құндыз бен Назгүлден бөлек 17 бала бар. Оның
почти 12-сі 13-ші жаңағыдай сынақтағы балалар. Қазір өзінен сұрайтын боламыз. Алла разы болсын сізге. Жалпы өзіңіз халыққа не айтасыз? Халыққа айтарым, осы жетімдер үйі болмасын. Алланың берген, сынақпен берген перзенттеріне бастатпайық, бауырымызда басып. Мен аналарымызға, қыздарымызға Алла сабыр берсін деймін. Әр бала өз анасымен бақытты болу керек, отбасында бақытты болу керек. Өмір сынақпен келеді, сынақты көтере білейік. Бұл өмірде біз дүниені барлық күйімізде қалта бар бұл өмірде. О дүниеге кетіп бара жатқанда кебінімізде қалта болмайды. Еш уақытта дүние көтеріп кетпейміз. Дүние қуып кетпейік. Балаларымызды, нәрестелерімізді жылатпайық. Жесірімізді қаңғыртпайық, жетімдерімізді жылатпайық. Өз ата-анасының бауырында болған балалар арқасынан бір ұрып қара су берсеңде сіңіп отырады. Ал қаншама өзге жаның қолында тұрған менен әр бала ананың бауырында бақытты болған қалаймын. Халқым, мен сіздерге басым деймін, ризамын. Осынша сынақта болған бала шағаны еш уақытта да маңдайынан теуіп, есіктен шығарып тастамаңыздар. Biz to'xta, Rabiga, bizda o'nday angima yo'q, bugun
Ömür koy. Kun görürümüz. Kuyruğu yok, calı yok. Kulağın kaytıp kun görür. Ayağı yok, kolu yok. Çılan kaytıp kun görür.